Ешқашан мамасын ренжітіп қоям деген жігіттермен тұрмысқа шықпа, даже сөйлеспе. Не себептен айтамын? Мен психосоматолог регрессологтан айтамын. Көп еркектер, олар өте заботливый болады. Именно мамасын ренжіте алмайтын. Өте такой семьянин болады. Сенің артынан гүл, 101 гүл, дайсын бәрін алып береді. Бірақ керек кезде мамасын сөзін аттай алмай, сенің орнына мамасын таңдайтын болады. И сонымен, короче, сен өмір бақи ол отношение екеу емес 3 адам болады. Мамасы, сен және күйеуің. Сөйтіп всегда круг болады. То есть саған бірдеңе алып беру үшін, саған көңіл бөлу үшін, саған бір какой-то бір знак внимания беру үшін ол бала всегда мамасына қарап айтады: добро бересің ба жоқ па деген сияқты. И ол мама всегда солай сізді былай айтқан кезде манипуляциямен ұстап отырады. Өйткені баласын для себя туылған, баласын былай айтқан кезде как зат сияқты қарайды да, понимаете, через чувство вины. А ол баласы сол кінәлі сезімнен асырып өте алмайды, өйткені ең ауыр сезім кінәлі сезім. Сөйтіп үнемі всегда өзіңіз айтқан кезде екінші, үшінші орынға планға қоятын боласыздар. Поэтому өз мінезін мамасының алдында айтуға қорқатын, границасын қоя алмайтын сондай жігіттерден былай айтқан кезде аулақ жүріңіздер. Түбінде бұл отношение ажырасуға да алып баруы мүмкін, понимаете, да, құрметті қыздар. Поэтому мамасын ренжіте алмай, мамасының алдында өзінің ясын, өзінің границасын қоя алмайтын жігіттерден аулақ қашыңыздар. Маған тіркеліп кетті, ясына өзінің комментарийін жазып кет.